Иен жайлап еркін үскен қазақ халқының басына үлкен қасірет туады. Николай патша құлап, совет үкіметі келеді. Бұл үкіметті коммунистер басқарады дейді. Ол коммунистер қазақтың малын алады, балаларды әскерге алады. Меншік өзімдікі деген болмайды. Барлығын орталыққа алып, ақы жоқ, пұл жоқ, құл қылады деген лақап тарап. Көз ашық молдалар, білікті ақсақалдар өліспей беріспейміз деп ақбеттау жасағын құрады. Бірақ бұларда шиті мылтықпен сойылдан басқа ешқандай соғыс құралы болмайды. Орыстан атаман өзге хабар станциясын құрайды, бірақ бір түс қарсыласуға шамасы келмеген. Ресейден винтовка гранатпен қаруланса да, санан қазақтар шамалары келмейтін түсініп, үлкен біреуі: "Қой, біз бұны мәшһүр Жүсіппен ақылдасайық, ол кісі көрген әулие ғой" деп, молдалар бас болып келеді. "Тақсыр Машеке, біз сізге келіп тұрмыз. Мына заман ақыр, не масқара. Мал да, жана да, бала-шаға, әйел бәрі мемлекеттікі болады" дейді. Коммунист деген тажалы бар көрінеді. Бәрін солар жиып алмақ. Сонда қазақ не болады, тақсыр? Мәшһүр Жүсіп айтыпты: ағайын, бұл заман бір қалыпта тұрмайды, бірақ қазақ құрымайды. Жақсылық жамандық егіз, бірде жақсы, бірде жайсыз болса да, ақыры бір қайыры болып тұрады. Әрқайсының арасында заман туралы мынандай әңгіме бар емес пе? Қаракесек Бекболаттың заманы қасқыр заман деген еді. Жамандық пен бұзықтық басқа ұр деген заман еді. Айдабол Тәгелтірдің заманы түлкі заман деген еді. Ойын мен күлкі заман деген еді. Қаракесек Алшынбайдың заманы біреудің бір нәрсесін алдап арбап алсақ деген заман еді. Заман осылай кезек өзгере береді. Коммунист дегеннің мағынасы тажал емес. Періште деген періште немесе тажал ма? Дұрыс түсіну керек молдалар. Бұл заман кедей мен бай теңеледі деген заман. Әйелдерің де қорықпаңдар еркектер, дәрежесі өзіңмен бірдей болады, тіпті асып та кетеді. 20 ғасыр, оған барды асыл. Әуелі келетін заманды біл, діні мен тілін біл. Күш атасы қалған, күшке сену жалған. Бұл заман ғылым білім заманы. Ал бұларға қарсы жамақ жайып, соғысу дегендерің молдалар жастарды қырып, қара сорпасын ішу жолы. Тағы бір сөз, Қытайды шүршіт темір қақпан дейді екен. Егерде Қытайға бағынған болсақ, уәзақ деген ұлт болу неғбайыл екен. Ал кәпір орысты кендір арқан дейді екен. Кендір арқан 70 жылда бір шіриді деген. Сонда қазағын бірге шіріп, дініңнен тіліңнен безіп, азып өшпей, әйтеуір қазақ атқа ие болып жүресіңдер. Азарсың, жұртым, азарсың. Азғандықтың белгісі. Тайпақ тайрап көлдерден балық шығар деп еді. Қылмысы жаққан пенделер алып шығар деп еді. Қылмысы жақпаған пенденің екетегі су болып, бір жаратқан тәңірген алып шығар деп еді. Ауылдардың су басқан, жаулықтарын ту қылған салтың шығар деп еді. Оқшан тайы жоқ, кісе жоқ, белбеу шығар деп еді. Жүгініс жоқ, малдаш жоқ, көлбеу шығар деп еді. Заман ақыр адамымен шығар деп еді. Үй басына тоқ еткен желі шығар деп еді. Енесімен керіскен келін шығар деп еді. Келін айғыр, енесі саяқ шығар деп еді. Бір уысқа толмайтын аяқ шығар деп еді. Қай жер болса қонысың сол жақ болар деп еді. Бұзай тайшаға жүк артылар деп еді. Қарап тұрған жігітке қыз артылар деп еді. Көкегайы болғанда кемпір күйлер деп еді. Егіншінің қатыны байын билер деп еді. Тоғай басы қурау боп арық шығар деп еді. Сол арықтың ішінде ыңғайы жоқ, жаманының пышағы мен шақпағы жоқ қалып шығар деп еді. 5 қой қалған өгізді тегін дерсің деп еді. Егін егіп тарының сөгін жерсің деп еді. Жалаң аяқ қарттарды бегім дерсің деп еді. Заман ақыр адамы мен меншілік болғанда ат қояндай, ер құмандай болады деп еді. Садағын керегеге іліп тұрар деп еді. Өлеңтіні жағалап тал шығады дер еді. Тал шыбақтай бұралған сал шығар деп еді. Соққан бейіт секілді отынға деген қамыстан үй шығар деп еді. Қырыққан серек бұтындай бит шығар деп еді. Бар құмары арақ боп, көрінгенге мазақ боп, последний штанын салып шығар деп еді.
Кері кеткен елдің кеңесшісі кеш болады, кедей елдің көш басшысы көп болады. Төлеңгіт билеген төре оңбас, тау белгісі тас болады, бай белгісі ас болады. Төренің жаманы төлеңгітімен қас болады. Баланың жаманы әкесін өлтіргенмен дос болады. Бұзылар елдің белгісі бұртанасы бас болады. Оңар елдің ақсақалы елінің үлгісі болады. Оңбас елдің ақсақалы елінің күлкісі болады. Ақбеттау бас станцияларында қарсы оққа шығып қырылып, досқа күлкі дұшпанға таба, Құдайға күнәкар болып жүрмеңдер, қожа молдалар. Нелер келешектерінің алдарыңда.